Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге бір кісілік көрпенің қабын қабетін боламыз. Ол үшін мен каналымнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдап қойсаңыздар болады. Ең алдымен бұлды екі бөліп қайырып алдым. Ұзындығы 2,20, ені 1,5 метр болады. Мен бәрін дайындап қойдым. Енді маған көрпенің қабын кигізгенге тура ортасынан алып қалатын боламын. Екі шетіне 40 сантиметр етіп өлшеп сызып алатын боламын. Тура сол сызып алған аралыққа шейін тігетін боламыз. Екі шетіне 40 сантиметр. Енді өлшеп алған жерді бағын белгілеп қойдым. Тура сол аралықты машинканың көмегімен жүргізіп аламын. Орталықта алып қалатын боламыз. Орталығы 60 сантиметр қалу керек. Мен уже тігіп болдым, айналдырып үш шетінен. Енді екі шетінен 40 сантиметр етіп, ортасынан 60 сантиметр қалды. Енді қалған астын алып қалған жерімізді 1-2 сантиметр етіп бүктеп қайырып алып, онда тігіп аламыз. Көрпенің қабын айналдыра отырып тігіп алдым. Енді көрпе қабын кигізгенге өте ыңғайлы. Осымен бір кісілік көрпемізді тігіп алдық. Өте әдемі болып шықты. Сіздер қаласаңыздар шетін тағы да бір тігіп алсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Сіздермен болған қатера. Егер мен каналым ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.